Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа, премьер-министр Бектеновке, Қазақстан темір жолы компания басшысы Алдыбергеновке, Бейнеу ПЧ-12 жол дистанциясының жұмысшылары атынан үндеу. 2025 жылдың 22 қазан күні Бейнеу ПЧ-12 мекемесінде НЖС 14 басшысы Ерназар Ізтұрғанов кәсіподақ мүшелерін жинап жұмысшыларға тігілейін деп жатқан қыстық киім, арем және тағы да басқа еңбек жағдайлары бойынша жиналыс ұйымдастырған болатын. Сол жиналысқа НЖС 14 басшысы Ерназар Ізтұрғанов екі бейтаныс азамат ертіп келіп жиналысқа қатысты. Жиналыс аяқталғаннан кейін ПЧ-12 ауласында НЖС басшысы Ерназар Ізтұрғановқа еріп келген екі азамат кәсіподақ мүшелеріне қоқан-лоққы көрсетіп, жиналыс барысында көтерілген мәселелерге араласып, қорқытып, үркітіп, жанжал шығарды. Бұл жағдайдың үшінші рет қайталануына байланысты НЖС 14 басшысы Ерназар Ізтұрғановтың жұмыстан кетуін талап етеміз. Осы қорқытып үркітулер жалғасып, НЖС басшысы тарапынан қудалаулар мен қысым көрсетулер болған жағдайда жұмысты тоқтатуға мәжбүр болатынымызды ескертеміз. Қолдаймыз ба? Қолдаймыз!